Қай уақытта да адамзатты прогреске жетелеуші күш, білім, жаңа ілім меңгеріп, ғылым жолына түсу үшін қандай кедергілерге болмасын төтеп беру қажет. Тіпті жаратылыстану бағытын таңдап жүріп, филологияға түсіп кетсеңіз де жақсы маман болып шығуыңызға кедергі болмауы тиіс. Бүгін өткен Тараз Talks шеберлік дәрістерінде осындай ойлар ортаға салынды. Бір сыпырасын әріптесім Ақсәуле Әбітай тарқатады. Ресейде астрономия мамандығын оқимын деп жүріп, Алматының Қазуындағы филология факультетінің студенті атандым. Өзімді дәлелдеу үшін 3 күн ішінде 25 беттік жырды жаттап шықтым. Бұл шеберлік дәрісіндегі алғашқы болып сөз алған Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің ректоры Ерболат Саурықовтың жетістікке барар жолдағы тәжірибесі. Қарапайым мұғалімнен жоғары оқу орнының басшысына айналған ол, жиналған жастарға еңбек жолын әңгімелеп, білім тек еңбекқорларды ғана сүйеді деген ой айттым. Бұл жетістікке жету оңай емес. Оның бірақ көзі бар. Ол талмай ізденіп еңбек ету керек. Мен қазір жасым 48-ге толамын. Бірақ мен әлі оқу үстіндемін. Менің білетінім, білмейтінім, одан да көп білмейтінім. Облыстық білім басқармасы ұйымдастырып отырған Тараз Talks шеберлік дәрістері соңғы 3 жыл ішінде идеялар платформасына айналып үлгерді. Бұл жолы шетелдегі жоғары оқу орындарында оқитын тараздық түлектер онлайн және офлайнда жиналып, шекара сыртында жиғандарын ортаға салды. Саутгемптон, Бристоль және Кембридж университетінің студенттері білім беру жүйесіндегі өзгерістер, IT-технологияны дамыту тақырыптары бойынша дәріс оқыды. Ал шараға бүгінде Қазақстан арнасының Атырау облыстық филиалының директоры Қанат Әуесбай етті. Тараз Talks халықаралық ынталандыру шеберлік дәрісінің мақсаты әлемнің әр қиырында маңдай алды жоғары оқу орындарында оқып жатқан Тараздың түлектері, Қазақстанның перзенттерінің өнегелерін, олардың үлгілерін алға тарта отырып, осы жастардың қанатын қомдау, шабытын үстеу, оларды ынталандыру. Шара жастар үшін ғана емес, білім беру ұйымдарының басшылары мен қызметкерлері үшін де тың идея ұсыну жағынан пайдалы болды. Ақсәуле Әбітай, Әбдіәзиз Хан, Жеті News.